Пандалар Орталық Азиядағы аю тұқымдасына жататын ең ірі жыртқыш жануарлардың бірі. Ересектерінің ұзындығы 180 см-ге дейін, ал салмақтары 160 кг-ге дейін барады. Бір қызығы, осындай алып жануар туылғанда бар-жоғы 100 грамм ғана болып туылады. Ойлап қарасаңыз, бұл бір кесе шайдан да жеңіл. Ал әлемде аралардың 25 мыңнан астам түрлері бар. Олардың тек 1000 ғана түрі үйімшіл жәндіктер тобына жатады. Бір қуаныштысы, бал аралары да осы тізімде. Неге дейсіздер ғой, өйткені бір келі бал алу үшін бір ара 2,5 миллион гүлге қонуы керек болады. Ал бұндай тапсырманы орындау жүздеген аралар үшін де қиынға соғады. Сондықтан да бір омартада 50-60 мың ара топтасып тіршілік етеді. Ақ-аюлар құрлықтағы ең ірі жыртқыш аңдар. Олардың ұзындықтары 3 метрге дейін барады, ал салмақтары 700 кг-ге дейін. Салыстырмалы түрде ақ-аю арыстаннан 3 есе үлкен. Ақ-аюдың жүні ақ болғанымен терісі қара түсті. Сондықтан да ақ-аю суыққа төзімді келеді. Себебі бәрімізге белгілі, қара түс жылуды жақсы қабылдайды. Дельфиндер суда өмір сүргеніне қарамастан балық емес. Олар керісінше сүтқоректілер тобына жататын жануар. Себебі дельфиндерде желбезек болмайды. Олар құрлықтағы жануарлар және адамдар секілді өкпемен демалады. Дельфиндер әр 15 минут сайын судың бетіне шығып өкпелерін ауаға толтырып отырады. Олай болмаған жағдайда дельфиндердің суға шашалуы немесе тұншығып өлуі де мүмкін. Сондай-ақ дельфиндер ұйықтағанда бір көзін ашып ұйықтайды. Үкілердің көздерінің қарашығы үлкен болғандықтан көздерін қимылдата алмайды. Есесіне бастарын 360 градусқа дейін бұрады.